Менің каналыма қош келдіңіздер. Мына матаның жатқанына біраз болды. Ұзындығы 2 метр, ені 1,5 метр, түсі коралловый, бетіне гипюр түскен. Көйлек тігейін десем қалыңдау сияқты. Ойлап бір шешімге келдім, одан да бомбер тігемін. Бурда журналынан выкройканы алып пішіп алдым. Алды бос болмасы үшін алдына карман салуды ұйғардым. Накладной карман болады, клапанымен. Кармандарын тігіп қойдым. Алды цельнокрайонный подбарта болғаннан кейін оны қайтардым. Плечевой срездерін инемен қадап қойып тігуге дайындадым. Екі жағында. Плечевойлары тігілді, алдындағы подбартаға дублерин жапсырдым. 3 сантиметрге қайтарылды. Примерка кезінде артқы ойындысы мойнындағы қатты ойылған екен, сондықтан да мен оны қысқарттым. Былайынан 2 сантиметр болды. 2 сантиметрге қысқарттым, ал ұзындығын 10 сантиметрге дейін қысқартып тіктім. Одан кейін оны әдемілеп үтіктеп жатқыздым бұл тігісті. Фасоным одан әрі әдемі болу үшін пагондар тіктім. Бұл пагонның ішіне дублерин жапсырдым. Пагонның ені 6 сантиметр, ұзындығы 14 сантиметр в готовом виде. Пагондарым плечевой шовта тігілетін болады. Жаға салмаймын, сондықтан мойнына аптачканы жалпақтау қыламын. Аптачкам цельнокрайонный болады. Аптачка неғұрлым жалпақ болса, соғұрлым әдемі көрінеді. Аптачка қиылды, пагондарымды орнына қойып тіктім шовқа. Аптачкам да тігілді, дублерин жапсырылған. Аптачкам жақсы жату үшін қолмен закрепка бердім. Барлық шовтарына, плечевойына, артына. Келесі этап жеңіне манжет тігу. Манжеттің ені пагонның ені мен клапанның еніне сәйкестендіріп пішілді. Пропорция болғаны дұрыс, сонда әдемі көрінеді. Низындағы манжетті де тура солай в готовом виде 6 сантиметр қылып піштім. Етегіне строчка бердім, жиырылып тұру үшін. Манжетке дублерин жапсырып, манжеттің шетін машинкаға тігіп алдым. Менің затым тігілді, рукавасын обработать еттім. Низін обработать еттім. Низінің шетін мынандай аккуратный қылып тіктім. Спинканың арты жиырылды. Менің затым дайын болды. Алды мынандай, жәні мынандай болды. Спинкасы тек әдемі болды. Бірақ та маған мойны қатты ұнамады. Қатты ойылып кеткен сияқты. Мойнына жаға керек, бірақ қатты рубашечный воротник емес, бір стойка воротник дұрыс болатын сияқты. Стойка воротниктің выкройкасын мойнына шақтап көрдім. Сәл кішілеу сияқты. Артына 1-2 сантиметрдей қосу керек. Олай болса стойка воротникті қиып алдым. Стойканың биіктігі манжет пен пагонның еніндей болды. Примерка жасадым, стойкам тіптен биік болып кетті. Тіптен жараспады. Стойкамды кішірейту керек. В готовом виде 4,5 сантиметр болса нормальный болады. Воротник дайын. Енді мұны аптачканың бәрін сөгіп тастап, қайттан тігемін. Стойка воротнигімді тіктім. Аптачкаларда қайтадан тура сол бірінші тіккендей қылып тігіп, закрепкаларын бердім. Менің затым дайын. Міне өте әдемі болды. Жеңіндегі манжетімді қысқарттым 2 сантиметрге. Далақтап кетті әйтпесе. Мінеке менің дайын бомберім. Өзіме қатты ұнайды. Мен бұл бомберді қазір көйлекпен киіп тұрмын. Шалбармен де өте керемет кететін сияқты. Жеңі реглан. Мінекей. Ал сіздерге қалай? Ұнай ма? Лайк басуды ұмытпаңыздар.